Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы топырақты неден қорғау қажет. Яғни бүгінгі сабақта біз Қазақстандағы топырақ деградациясының шынайы көрінісін анықтайтын боламыз. Жер деградациясы ел аумағының 66% тозған жерлерге жатады. Эрозия қаупі, су және жел эрозиясы 18 миллионға дейін зақымданған. Экономикалық шығын жыл сайынғы 93 миллиардқа дейін жетеді. Бұл мәселе Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігіне және ауыл шаруашылығының тұрақты дамуына үлкен қатер төндіреді. Құрғаған жарық топырақтың кең жазықтағы шөлейттенудің көрінісі. Шөлейттену топырақ деградациясының ең ауыр түрлерінің бірі, ол жердің өнімділігін жойып, экожүйелерді бұзады. Топырақ деградациясының негізгі себептері тұрақсыз ауыл шаруашылығы, сонымен қатар ландшафттық жоспарлаудың болмауы, суармалы жерлердің құнарлығының төмендеуі, антропогендік жүктеме. Антропогендік жүктеме ол бәрімізге белгілі, адам әрекетінен, өнеркәсіптің әсерінен, ластану және инфрақұрылымның дамуының әсерінен топырақтың табиғи қабаты бұзылады. Топырақты қорғаудағы ландшафттық жоспарлаудың маңызы жерді аймақтарға бөлу, экологиялық бағалау және буферлік аймақтар болу керек. Буферлік аймақтар мен экологиялық дәліздерді құру биоалуантүрлілікті сақтап, топырақтың деградациясы азаяды. Яғни біз кез келген жерді ландшафттық жерде аймақтарға бөлу арқылы жерді қайта қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар топырақты өңдеудің тиімді әдістері терең дискілеу. Терең дискілеу дегеніміз жерді егін еккеннен кейін күз айында 2 рет дискілеп 10-12 сантиметрге тереңдікке дискілеуіміз қажет. Күздік бидайға арналған топырақты 2 рет дискілейтін болсақ, келесі жылы оның құнарлығы арта түседі. Неге біз күздік бидайдан кейін деген себебіміз, дискілеп болғаннан кейін топырақтың үстіне қар жамылғысы жауын шашын жауып, соның артынан көктемге қарай топырақ құнарланып шығады. Сонымен қатар тыңайтқыштарды қолдану дегеніміз бізде органикалық және минералдық тыңайтқыштарды енгізу арқылы топырақ құнарлығын арттырып, өнімділікті көтереді. Эрозияға қарсы тұру топырақтың су эрозиясымен және тұрақтылығын арттыру арқылы оның жойылуын болдырмауға болады. Қолайсыз табиғат құбылыстарының топыраққа әсері: қуаңшылық, қатты ауа райы, тұздану қаупі. Қуаңшылық атмосфералық және топырақтың қуаңшылықтар өсімдіктерінің өсуін тежейді. Бұл егін шығындарын тудырады. Қатты ауа райы дегеніміз қатты жел, бұршақ, үстік шалу арқылы топырақтың құнарлы қабаты жойылып, эрозияға күшейеді. Тұздану қаупі: қайталама тұздану және батпақтану қаупі артады. Бұл топырақты ауыл шаруашылығына жарамсыз етеді. Топырақтың құнарлы қабатының жоғалуы бұрын және кейінгі көрінісі: бір кездері өнімді болған жер қазір өнімсіз болады. Не себепті? Себебі топырақтың құнары жоғалады. Бір жерге қайта-қайта егін, ауыл шаруашылығымен айналыса беретін болсақ, ол жердің топырағы эрозияға ұшырайды. Сонымен қатар қорытындылай келе, топырақ өмірдің негізі, оны бірге сақтауымыз қажет. Бүгінгі сабақта топырақты қорғау бұл тек қоршаған ортаны сақтау ғана емес, сонымен қатар адамзаттың болашағы және экожүйе қаупі. Топырақты тез бұзылуы экожүйенің экономика мен болашақтың қаупі. Бүгінгі сабақта біз тұрақты даму мен инновациялық әдістер арқылы топырақты қорғау біздің ортақ міндетіміз бойынша топырақ құнарлығы бойынша талдайтын боламыз.